Біздің поколение жаңағы мыңжылдықтың ұрпақтары деп аталады екен. Кейбір жастардың арасында да сондай пікір бар да. Мысалы, менде өзім, енді менде Instagram парақша жоқ, көрмеймін мұндай жаман нәрселер деп па, бірақ қызығады, сол блогерлерге қызығады. Белгілі жүйеге, басшыға бағыну деген нәрсе ерекше бойларында көрініс табады. Еріншектік деген нәрсе жоқ, просто мен осы уақытқа дейін істеген нәрсе маған ләззат әкелмеді, немесе пайда әкелмеді. Демек мен не істеуім керек? Демек мен бір нәрсені өзгертуім керек. Кез келген істе жақсы ниетте, тұрақтылықпен әрекет етіңіздер. Жоқ сол, рахмет келгендеріңізге. Сіздерге де рахмет. Камераға қол болмай қояйық деп. Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге ізгі лайк подкасттар жинағы. Көріп отырғандарыңыздай бізде жаңа формат, көптеген ұзақ уақыт орын алған үзілістен кейін YouTube каналға оралып отырмыз. Әріптесім Жұмагүл, сөз кезегі өзіңізде. Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде Халид айтып өткендей ерекше формат. Бүгінгі подкастымыздың қонақтары ізгілік жолында қайырымдылық жасап жүрген, ізгілік қайырымдылық қоғамдық қорының бастауында, құрылуында болған Ташимов Мұхтар және Барикулов Руслан ағаларымыз. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы, рахмет. Сіздерді көріп отырғанымызға өте қуаныштымыз. Жалпы бізде мынандай бір ерекшелік бар. Келген қонақтар өздерін бір-екі ауыз сөзбен танысып өтеді. Сіздерге бір-екі ауыз сөз кезегін берсек. Мен сабақ берген атамын. Бір сипатым зерікпеймін оңайлықпен. Бір өзім отырсам да. Сосын оңайлықпен менде сағыныш деген сезім қатты бойымнан көрініс таба бермейді. Оңайлықпен сағынбаймын. Толық аты-жөнім Мұхтар Смағұлұлы. Негізі мамандығым білім саласына мүлдем қатысы жоқ. Бірақ айналып білім саласына келіп қалдық. Қазір осы білім саласында қызметтеміз. Бұған дейін бірнеше жерде қызмет жасағым, жалпы ізгілік қайырымдылық қоғамында. Одан кейін мектепте, жалпы. Сосын басқа да түрлі салаларда істеймін. Бір несі, өзімнің қуанатын нәрсем, түрлі салада істеген кезде әр жерде жүрген қабілеттердің барлығын жинап, қазір қолдана алып жүрмін деп ойлаймын. Жақсы. Біз мынандай нәрсе естідік. Біздің поколение, сіздердің емес, біздің поколение жаңағы мыңжылдықтың ұрпақтары деп аталады екен. Сіздердің поколение қалай аталады? Біздікі X, Y, Z поколениясы. Біздікі Z емес бізден. Біз керісінше Z поколениямыз. Сіздер миллениалдар, біздер Z поколение, біз Z ұрпағымыз. Олардың айырмашылықтары не? Сағынбаймын деп тұр ғой деп. Бұл теорияны мен қатты оқып көрмеппін, бірақ тек қана бір оқып шыққан бар еді, есімде қатты қалмапты. Бірақ енді әр ұрпақтың өзінің есі болады, ерекшеліктері болады. Алдыңғы ілгері ұрпақтар, мысалға біздің ата-аналарымыз, оны тағы да бір ұрпақ алдын ұрпақтар, жалпы оларда мынандай не бар, тұрақтылық, сосын Карьера мысалы. Карьерада әсіресе 30-40 жыл бір жерде істей беру. 30-40 жыл бір жерде жұмыс істей беру деген секілді нәрселер бар. Одан кейін оларды басшыға бағыну деген нәрсе, белгілі жүйеге, басшыға бағыну деген нәрсе ерекше бойларында көрініс табады. Мәселен, бір жерге жұмысқа кіргеннен кейін бағынып сол жерде ұзақ жұмыс істей алады деген секілді. Ол тура сол қабілеттер келесі ұрпақта мысалға басқаша өзгереді да, құбылады. Соңғы ұрпақты алсақ, мысалы миллениалдар дейміз ғой, 2000-нан бері қарай туғандар миллениалдар болатын болса, мысалы, оларда керісінше бағыну деген проблема оларда. Біреуге бағынғысы келмейді, олар өздеріне жаңағыдай жұмыс істегісі келеді, олар өздерімен өздері болғысы келеді, өздеріне ұнайтын нәрсені іздейді, өздерін ұнайтын нәрсені істейді. Өзім білем деген. Өзім білемді кете салады. Нәрсе осыдан шығатын сияқты ғой. Одан кейін олар жаңағыдай бір нәрсеге ұзақ уақыт қызыға алмайды. Қызығушылыққа тез өзгереді. Фокуста оларда проблема болады. Енді мен көріп біліп оқып жүрген жаңағыдай қырларым осы да, осы миллениалдарға қатысты. Жалпы әр ұрпақтың өзіндік бір ерекшеліктері бар. Жақсы. Тура біз сипаттап бергендей болған. Өз-өзіңізді көріп отырсыз ба? Оны жаман жағынан қабылдамау керек та, жақсы жақтары да бар. Жақсы жағын айтып беріңізші. Соның жақсы жақтары бар ғой.
мысалы қайсысы мысалы қайсысы бүкіл минустарын жақсысын айтыңызшы. иә одан өзімен болу деген ол бір жағынан ол жақсы тұсы бар да. соңымыздан айтқанда минус естіген жоқпын да. Сіздерге минус естідім. фокус Жақсы. аламайды, тұрақты емес. Тұрақты емес дегенде көп мүмкіндік көреді деген мен айтса болмай ма? Иә, болады. Солай барлығын ауыстыруға болады да. Әрбір жаман нәрседен жақсы нәрсені іздеп тауып алуға болады сияқты ғой. Иә, біздің бір плюсіміз де сол деп ойлаймын. Кез келген нәрсені мүмкіндік тауып. Жалпы мышлениемізде да разница бар Иә, сияқты ғой. мышленияда айырмашылық бар. Ойлау жүйесінде кәдімгідей аспан мен жердей айырмашылықтар болады. Өзінде болады мысалға. 2000 жылдан бері қарай емес, жас студенттерге де сабақ беріп көрдім ғой. Аналарды мен түсіне алмаймын да студенттерді. Кейбір қызығушылықтарын, кейбір склонность дейді ғой. Бір нәрсеге қарай қызығып, бір нәрсеге қарай құштар болып тұратын ынтызарлықтарын мен мысалға түсіне алмаймын. Кәдімгі миыма сыймайды. Ол неге бұлай деп өзіме сұрақ қоямын. Мен ол жаңа қызық мен ізденіп көрмеген, бірақ қызық та маған. Неге олай жастар деген секілді. Кейбір мәселелерді жастарды мен шынымен де түсіне алмаймын. Жас болғанда енді барлығымыз жас деген категорияға кіреміз ғой. Бірақ енді миллениалдар, миллениал ұрпақтарын қызығатын нәрселері, ауыратын нәрселері кейбіреулер енді көпшілігі деп айтайыншы болмаса, менің санама сыймайды да. Мысал келтіріп айтыңызшы. Мысалға, қызығушылықтар мысалы. әлеуметтік желімен қарым-қатынастары мен түсіне алмаймын жастардың. Әлеуметтік желіге кәдімгідей өзін түсіріп салу мәселесі болсын, соған уақыт бөлу мәселесі болсын, жалпы жастарды айтатын енді. Мысалы мынау деп па? Қызық нәрсе да былай бір қалай десе болады. Және олар сөйтіп салатын адамдарға қызығады. Сөйтіп салатын адамдарға қызығады. Не үшін қызығатынын мен түсінбеймін. Сосын сөйтіп салатын мынандай нәрселер, мынандай бір не бар, қазіргі уақытта бір құбылысты байқаймын өзімше. Бүйтеді ғой мысалы, бір әнші қайтыс болса, о деп адамдар не қылып, шоу бизнесте жүрген адам қайтыс болса, о деп адамдар бір қайғырып, артынан бір не жасауы мүмкін. Молчание сөйтіп бағы Иә. Бір ғалым қайтыс болса, оны ешкім естімейді, ешкім білмейді, ол байқұс өзінің жанында оның бар екенін де білмеген. Жер бетінің бір бұрышында қайтыс болды, жерленіп кетті деген секілді. Тура сол секілді бір блогер, алайыншы мысалы, блогерлік деген нәрсе әсіресе мені бір түсіне алмайтын тұстарым жастарда блогер. Блогер подписчик дейміз ғой. Оқырмандардың саны өте көп. Посттарын қарайсыз, бір мағыналы, мәнді бір нәрсе таппайсыз негізінде. Бірақ лайк дейміз ғой жаңағыдай. Löпіл басады адамдар. Ұнату белгісін басады. Енді ұнату белгісін басты деген сөз ол ана жасқа ұнап отыр ғой. Лайк басып жатқан адамға ұнап жатыр деген сөз да. Енді несіне қызық ұнатып жатыр деп қарап көрсем, білмеймін, пәтуасыз дейді ғой, қазақта пәтуасыз деген сөз ғой. Бір пәтуасыз бір әңгіме айтып жатқан сияқты болады. Бірақ ол жастарға ұнайды. Тура сол секілді білімді жаңа не дейді, ғылыммен айналысатын, біліммен айналысатын болмаса, шынымен де өмірлік тәжірибесі бар, білімі бар, бір маман болсын, бір тұлға болсын болады. Солардың жаңа несіне қарасаңыз, парақшасында оларда оқырмандардың саны аналарға қарағанда әлде қайда аз болады. Тіптен өте аз болады. Бірнеше есе аз болады. Бағана лайктардың саны, löпілдердің саны да өте аз болады. Қарапайым біреу болмаса бір видеоны TikTok-тың стилі дейміз ғой, TikTok-тың стилі бір болмайтын бір әрекетті, іс-қимылды бегіп салады да, музыкаға салып жіберсе, жаңағыдай қаралым, просмотр көп болады, löпіл лайк көп болады, таралым өте көп болады. Бірақ біреу бір жақсы пайдалы бір ақпарат беретін, болмаса пайдалы бір қабілет үйрететін бір нәрсе салатын болса, оны керек болған адам ғана іздеп тауып көруі мүмкін. Бірақ ол барлығы көре бермейді да. Оны мен де түсінбеймін деп. Оңай. Сол жағын түсінбеймін. Мысалы, сол блогерлер мысалы табыс тауып жатыр. Сол блогерлердің табысы табыс тапқанда ол қайдан табады табысты? Ол халықтан алады да табысты. Халықтан сол не үшін адамдар өмірінде қанша кітап тауысқанын білмеймін енді. 100 кітапқа жете ме жетпей ме саны. Жылына қанша кітап оқиды, ол да белгісіз нәрсе да былай қарағанда. Көп ақпараты жоқ, көп білімі жоқ. Бірақ өмірінің әрбір сәтін
сала беретін адамға не үшін адамдар жаңағыдай Лүпіл басады дейсіз. лүпіл басады, құмар, Ұнатады. Еліктейді. еліктейді сол адамдарға. Сол нәрсе мен шынымен де қызықтырғанда таң қаламын да, ол менің ақылыма сыймайды. Қазіргі таңда негізі былай сияқты жастарды сондай бір болмағыр нәрселер қызықтырады. Он не только сіздер, мысалы, үлкен буынды ағалар, мысалы, үлкен буынды кісілер немесе әке шешеміз, кейбір жастардың арасында да сондай пікір бар да. Мысалы, мен де өзім, енді менде Инстаграм парақша жоқ, көрмеймін ондай жаман нәрселер деп па, бірақ қызығады, сол блогерлерге қызығады. И бізде осы ізгілік қайырымдылық қоғамдық қорында жетімдер үйіне барған кезде хат жазуын сұрағанбыз. Сол кезде енді атын атап түсін түстемей ақ қояйық, бірақ бір блогердің атын жазған, көпшілігі мысалы 100 бала болса, 80% сол блогерді көрсем екен, сонымен жаңағыдай видео түсірсем екен деген арман болған. Бұлай қарап тұрсақ, ол армандайтын, бір еліктейтін нәрсе емес та, адам емес. Ал 20% ғана жаңағы Хабибті көргім келеді деп жазған, медсестра болғым келеді, медик саласына түскім келеді деп өзінің шынайы сондай армандарын жазған. Бұл армандарын жазған ба? Иә, армандарын жазғанда. Армандарыңызды жаз дегенде сонда қарапайым жаңағы өзіңіз айтпақшы пәтуасыз адамды сондай 80% оқушы армандауға тұрарлық па деймін да сол нәрсені. Сол адамды мысалы ол ненің салдарынан біз қай жерде қателестік, мысалы қай жерде не істедік деген сұрақ менің де мазалайды. Менің ойымша ол жалпы біздің ұрпақ, біздің поколение, олар жаңа мышление жайында айттық қой, олардың мышлениясінде шек жоқ та. Соны шектеу мақсатында құрылған бір ловушка сияқты да менің ойымша. Себебі бүкіл жаңағы бүкіл мыңжылдықтың жаңағы жастары барлығы прям уақыттың қадірін білсе, өздерінің қадірін білсе, тиктокта әшейін болмашы қимылды қайталап салмаса, уақыттарын жақсы жұмсаса, білмеймін, заман тым тез дамып кетер ме еді. Заманның бір бізді кері тартып жатқан бір несі сияқты да? Волнасы сияқты, мен ойымша. Может, сіздер қателескен шығарсыздар өз уақыттарыңызда де. Жоқ, сол нәрседен бастап туындайтын сияқты, жаңағы сіз түсінбеген жастар деп айтып жатырсыз ғой, пәтуасыз нәрселер көреді, кітап оқымайды депші. Сол қазір айтады да, мысалы, біздің әке шешеміз немесе мұғалім болған ұстаздарымыз айтады, біздің кезімізде қандай, біздің кезімізде деген нәрселер көп болады да. Содан туындайтын сияқты, мысалы, көп қой қазір адамдар пайдасыз нәрсемен айналысып жүрген, бірақ түбінде бәрі бірде кітап оқыған адамдар кітап оқымайтындарды басқарады деген. Дұрыс қой, біздің кезіміз, сіздердің кездеріңіз қалай болды енді? Сіздердің студенттік шақтарыңыз қалай болды? Сіздердің жастық шақтарыңызда қалай болды? Пайдалы өткізе алдыңыздар ма? Деген нәрселер болды ма? Инстаграм деген болған жоқ біздің уақытта. Біздің бітіретін жылы деп айтайықшы. Университетті бітіретін жылы бізде не болған? Mail агент деген болатын. Не секілді, WhatsApp секілді әлеуметтік желі болатын. Мен оған өзім кіріп тіркеліп көрмегем, қолдан почти көрмедім деп айтсам болады. Иә, мүлдем көрмедім. Иә. Бірақ қатарластарым сол уақытта, сол Mail агентпен ауырған қатарластарым болды. Сол кезде мен таңғалып қарайтын. Бір нәрсе сөйлеп жатасың, бірақ басы ана сотканың ішіне кіріп кеткен. Әрең деп шабыласың, сүлгіп бері қаратып одан кейін әңгіме айта аласың. Басқа дүниеге кіріп кеткен сияқты. Сол кезде басталған сияқты бұл ненің несі. Басы 2000 сол кезден бастап түсінбеген екенсіз. Студенттік шақтан бастап түсінбеген екен. 2010 жылдар келді ме Mail агент бізге? 2009-8-лерде болды. Оған дейін болды. 2008-лерде болды, 2008-лерде басталды ма? Басқа жақта болған, мен Қазақстанға кешкен. Пример 2008-лерде басталды ғой, ол тренд деп айтса болады. Аға, сіз қалай ойлайсыз? Жастар түсінесіз ба сіз? Арасында кейбіреуін түсінемін. Пәтуалы. Мен ойлаймын, бұл мәселені енді әртүрлі бір ғана себебі жоқ деп ойлаймын да. Көп нәрсе көп факторлар әсер еткен болуы мүмкін. Соның бірі тәрбие мәселесі әсер еткен болуы мүмкін деп ойлаймын. Жаңа айтасыз, біздің ата-аналарымыз біздің кезімізде қандай болатын еді деп. Ол ата-аналарыңыздың кезіндегі жас буынды олардың алдыңғы ұрпақ тәрбиелеген ғой.
сол секілді біздің қазіргі жастарды кім тәрбиеледі деген мәселеге кішкене мән берсек деп сол да бір әсер еткен факторлардың бірі болуы мүмкін деп ойлаймын да. Яғни үлкен буынның тәрбиедегі жіберген белгілі бір олқылықтары болуы мүмкін балаларына қатысты. Мынау географиялық шекара деген бар ғой, саяси географиялық шекара бекітеді оны халықаралық деңгейде құжаттарға қол қойылып. Ол нәрсеге біреу күшпен кіріп кете алмайды, саудамен кіруі мүмкін. Мысалға бір әртүрлі серіктестіктің негізінде басқа бір түрлі немен кіруі мүмкін, бірақ ол қарумен кіріп кетуге ешкімнің қақысы жоқ. Ол енді саяси географиялық шекара. Одан бөлек түрлі шекаралар бар да, мысалы. Ақпараттық шекара, ата-ананың тәрбие шекарасы, енді бұны шекара деп айтуға да болады, болмаса ықпал ете алатын бір шекарасы деп айтсақ болады. Ата-ананың ықпал ете алатын шекарасы ол балаға қаншалықты сапалы көңіл бөле алды, сонымен де байланысты секілді. Сапалы көңіл бөле алмаған ата-аналардың шекарасы, әсер ете алу шекарасы барынша тарылады. Ол балаға әсер ететін шекара сырттан күшейеді, ол баланың несіне кіреді деген секілді. Мынау әдемі мақал бар ғой, қызым үйде, қылығы түзде, ұлым үйден шығып үйіріне қосылады деген секілді. Ол кей жағдайда орта қоғам ақпараттық мынау құралдардың көздері де тәрбиелеп жатады да, мысалы. Ақпарат деген нәрсе ол не секілді ғой, инерция секілді да бір. Ньютонның заңдылықтары бар ғой, бір денеге бір дене әсер етсе, ол қозғалысқа түседі. Ақпаратта тура сол секілді бір не да, күшке ие. Ақпарат біреудің санасына кірсе, ол белгілі деңгейде өзгеріс тудыртады. Ол адамды тіпті өзгертіп жіберуі мүмкін ол ақпарат. Ол адам сол үшін де ақпараттық диета деген қазір тіркес бар. Детокс деп жатады мысалы. Кейбір мамандар, адамдар бүкіл ақпараттық құралдарды өшіріп тастап, толығымен ақпараттан не аламын деген секілді. Тұтынатын ақпараттың нелері бар, түрлері бар. Біреу мысалға тек қана бір сол жұлдыздардың, жаңағыдай блогерлердің, біреулердің өмірімен қатысты ақпарат тұтына берсе, ол оның ойлау аясы да, басқасы да сол тұтынып жатқан ақпарат әсер етеді, қалай болғанда да деген секілді. Мысалға ғалымдар алқалары бар. Мен бір-екі ғылыммен қызығатын бір алқаларды білемін. Олардың тұтынатын ақпараты тек қана мысалы ғылыми мақала, осы жуырда шыққан осындай бір үлкен беделді журналға шыққан бір ғылыми мақала туралы айтылуы мүмкін, ғылыми конференция туралы айтылуы мүмкін. Қазіргі зерттеліп жатқан сол зерттеудің нәтижесі мынау қолданысқа, өмірді, жаңағыдай басқа да процесстерді жақсартуға енгізіліп жатқан бір ақпараттарды айтылуы мүмкін деген секілді. Олардың ойлау деңгейі басқаша деген секілді. Сол үшін де мынау шекара ол әртүрлі болады. Тек қана саяси географиялық шекарадан бөлек шекара. Ендеше жастарға әсер ететін шекаралар, мысалға тек ол Қазақстанның ішінде болмаса бір отбасының ішіндегі бір шекара болуы мүмкін. Оған ақпарат технологияларының себебінен оған тіпті Голливудтың белгілі бір тұлғалар әсер етіп жатқан болуы мүмкін. Мысалы Марвелдің жаңағыдай супер қаһармандарына, комикстеріне еліктейтін балалар өте көп. Онымен ауырады, олар әлгі қаһармандар, кейіпкерлер кинода өліп қалып жатса, олар кәдімгідей уайымдап қалады. Олар бір кинода бір ерлік жасап жатса, олар кәдімгідей жігерленеді деген секілді. Ана баланың мысалға әсер ету, оған тіпті мысалға Марвелдің шекарасы ана үйдің, ана отбасының ішіне кіріп кетіп жатыр да, былай қарағанда, Голливудтың шекарасы. Сол секілді әсер ету шекаралар әртүрлі болады. Енді ата-аналар нарықтық қоғамда, нарықтық заманда көп ата-ананың уайымы, көп ата-ананың проблемасы ақша тауып баласын асырау ғой. Кей кезде сапалы уақыт бөлуге уақыт болса да физически ата-ана шаршап келеді да, мүмкін болмауы мүмкін мысалға. Ашуланып ұрысып қойып басқа болмау деген секілді. Сондықтан осындай бір мәселелерге де байланысты шығар, Мұхтар мырза айтқандай. Көптеген факторлар байланысты отыр ғой. Тәрбиенің осындай бір тұстары бар шығар. Ата-анаң да енді барлық ата-ананы кінәлі деп айта алмаймыз, өйткені жаңағыдай ол өзінің баласын, қызын киіндіруге, несуге міндетті болады ғой, тамақтарын тауып беруге. Жаңағыдай өзі шаршап келген соң баласынан да мейірімін төге алмауы мүмкін. Сол себептен ол мейірімді басқа жақтан барып іздеуі мүмкін да, өзінің ортасынан. Сосын
жақсы ортаға тап болуы мүмкін, жаман ортаға тап болуы мүмкін. Бұл жерде жаңағы Мұхтар аға айтқандай, ортаның да әсері бар да. Уже мысалы кез келген ортада, мысалы кітап оқитын ортада болсаң, сен алтыншысы боласың. Жаңағыдай ойын-сауық құратын орта болса, сен алтыншысы боласың тоже да. Жаман бір бұзақылардың, ұрылардың ортасына тап болсаң, сен тоже мысалы 6-дан болса, 7-ші сен боласың деген сияқты ғой. Ол ортада әсер ететін сияқты да. Сіздердің жақсы, жаман орталарыңыз болды ма? Егер жаман орталарыңыз болса, ол жерден қалай шығып кеттіңіздер мысалы? Немесе жақсы ортаға тап болғанда қандай сезімде жүрдіңіздер? Олар сіздерге мотивация берді ма? Қалай болды? Жамандық жасады. Қалай анализ жасадыңыздар деген Бір қызықты оқиға айтып берсеңіз де болады, немесе өздеріңіздің өмірлеріңізде сабақ болған оқиға. Тәжірибелеріңізде или таныстарыңызда деген сияқты. Жақсы орта, жаман орта деген енді қалай айтса, енді жалпы жақсы ортада болдық деп айтуға болатын шығар. Жақсы ортада болдық. Оның өзіндік әсері бар, өзіндік тәрбиесі бар. Көп нәрсені өзгертеді, адамның ойлауын өзгертеді, басқасын өзгертеді деген секілді. Ұмтылып жүрген кейбір мақсаттарды өзгертіп жібереді. Ортаға қатысты айтатын да, дәл қазір уақытта енді көп жағдайда бізге әсер ететін нәрсе осы орта ғой. Орта болғанда өзіміз мысалы бір ақпаратты оқып аламыз, бір нәрсені естиміз, ортаға тастаймыз, соны талқылаймыз, сол нәрсе әйтеуір бізге бір өзінің әсерін тигізуге қоймайды деген секілді. Бір танысың бір нәрсе оқып жатады, бір танысың бір ортында бір жаңағыдай бір әрекетпен айналып жатады, бір іспен деген секілді. Ол нәрсе әсер етеді да, ұмтылуға бір нәрсеге. Сізде қалай аға? Қандай оқиға есіңізге түсіп отыр? Меніңше былай сияқты, тіпті жаман ортадан да жақсы нәрсе алуға болатын сияқты. Өйткені әдептіні қайдан үйрендің деген кезде әдеп сізден деп айтады ғой. Мысалы, пышақты да жақсы нәрсеге қолдануға болады, тамақ істеуге, керісінше онымен адамға зарар келтіруге де болады. Жаман ортадан да бір жақсы нәрсе алуға болады секілді деп ойлаймын да өзім. Физикада мынандай не бар екен да, заңдылық. Қараңғылық деген түсінік жоқ дейді да. Тек қана отсутствие жаңағы жарықтың болмауы деген түсінік бар дейді. Сол сияқты ғой сіздің айтып жатқаныңыз. Оларда мүмкін жақсылық жоқ. Сол үшін олар жаман деген сияқты. Менің ойымша, жалпы өмірде, әлемде жаман деген түсінік жоқ та. Адамдарға байланысты. Жаман адам, жаман әрекет деген сияқты. Просто ол адамның мақсаты, миссиясы, түсінігі, сенің түсінігіңмен, миссияңмен, мақсатыңмен сәйкес келмесе, олар біз үшін жаман болады. Соответственно, бізде олар үшін мүмкін жаман адамдар шығармыз деген сияқты ғой. Сізде қандай орталар болды? Жаман орта болды деп айтпаймыз, енді әрине оны естіп көріп отырса ренжіп қалады деп. Жалпы өмірдің өзі заңдылығы енді Алланың қалауымен ғой. Өзімізді әртүрлі орталардан фильтровать етіп, өзінің лайықты ортаға алып келді деп ойлаймын да. Енді бірнеше орталар болған, болмаған емес. Түрлі нелер болған, әртүрлі көзқарастағы, бағыттағы, ойлардағы жалпы жас кезде болды ғой енді түрлі. Бірақ жаңа айтқандай Алланың қалауымен мен өзім түскен ортама қатты қуанамын. Сондай ізденуші, дамушы, қателесіп қалсаң әрдайым есіңе салып тұрушы, сосын бір қалыпты тұруға бірандай не емес та, тұрып жүре беретіндей жер емес та. Мәшин жүрсең қасындағылар дамып кетеді да. Кесе бастайды, қалып баратасың, ілесіп жүру, даму, бірге даму, сондай жаңа мотивацияға қатысты мәселеде де осы нәрсе жаңа мотивация беретін нәрселердің бірі де осы орта негізі десем болады шығар, өзімнің ортам точнее. Жаңа тәрбие жайында айттық қой, маған бір сұрақ туындады менде, маған қызық болып жатыр. Жаңағы біз жалпы мыңжылдықтардың ұрпақтары ертеңгі күні достойны болатын бір ұрпақ тәрбиелей аламыз ба? Себебі біздің ерекшелігіміз жаңағы сіздер бізді түсіндірулеріңіз именно тәрбиеден туындап отыр деп айттық қой. Біз қалай ойлайсыздар? Біз жалпы мыңжылдықтардың ұрпақтары лайықты ұрпақ тәрбиелей аламыз ба? Шындықты айтайын ба? Ол жаңағы ұрпақтардың бір-бірін түсінбеуі деген, мысалға сіздің айтқан жаңағы, сіз бізді түсінбей отырсыз деп айттыңыз ғой. Сол процесс біздің ата-анамыз бізден болғанда ол. Мысалға біздің ата-анамыз бізді түсінбейді.
біз ата анамызды түсінбейміз кейбір моментте. Мысалы бірақ мысал не жұмыс істеп жатсың деген нәрсе туысқандардың арасында, үлкендердің арасында. Жұмыс істеп жатырмын, мысалға айтсақ, 1 жыл мына жерде істедім, 2 жыл мына жерде істедім, 1 жыл мына жерде, жарты жыл мына жерде істедім деген кезде түсінбейді да, олар қабылдай алмайды да. Сонда адам сияқты жұмыс істемейсің ба деген сияқты ғана. Бір жерге кіріп атып отпайсың ба? Тұрақты жұмысың жоқ, қалай күн көріп жүрсің деп ана жанашырлықпен кішкене уайыммен. Айтпағым, жаңағы ол поколениялардың арасындағы ондай бір-бірін түсінбеу деген ол бола беретін сияқты да. Ол кедергі емес сияқты, ол жақсы ұрпақ тәрбиелеуге кедергі емес сияқты. Қалай болғанда да жақсы ұрпақ тәрбиелеуде ол поколениялардың көзқарасы емес, жалпы бір адами құндылықтарды егуде сияқты меніңше. Негізгі адами құндылықтарды, рухани құндылықтарды дұрыс еге алсақ, қай жасқа болса да, онда одан жақсы ұрпақ шығады. Өз заманына лайық. Біздің ұрпақтың да бір ерекшелігі ретінде айтқым келіп отыр. Жаңа бізде барлық жағдай жасалған. Біз үйде отырып та оқи аламыз, мысалы, вуздарды бітіре аламыз. Кітап оқимын десең, барып сатып алудың қажеті жоқ, заказать ете салсаң болады, үйге тапсырыс берсең болады. Тамақ дайындағың келмей ма? Тапсырыс бере саласың. Өмір сүргің келмей ма? Тапсырыс бере саласың. Барлығын тапсырыс бере саласың. Жалпы негізгі мақсат именно жаңа тамақпен неге байланысты емес, үй жинауға емес, дамуға байланысты айтқым келіп отыр да. Сондай бір мүмкіндіктер жасалған кезде жастар қазір дамып жатыр ма? Қалай ойлайсыздар? Жаңа көпшілігіне жаңа бағыттап жауап берсеңіздер. Ол мүмкіндіктерді пайдаланып жатқан жастар бар, күмәнім жоқ. Көпшілігі пайдаланып жатыр ма ол нәрселер? Енді бұның статистикасына қалай шығаруға болатынын білмеген. Нақты статистика да білмеген болған қатысты. Бірақ енді мынау гипер байланыстағы әлем деген түсінік бар ғой. Гипер связанный мир. Біз гипер байланыстағы әлемде өмір сүріп жатырмыз. Бізге сағынбаймын деген айтады ғой бағана. Бұрынғы осы қалта телефоны шықпай тұрған кезде, болмай тұрған кезде бір-бірін сағыну деген болған деп ойлаймын да, болған. Енді қазір де бар ғой ол. Бірақ сізде жоқ. Бізде бар, сізде жоқ. Олар бір-бірін телефонмен сөйлессе, болмаса көрген кезде сағынып жол алады да бір-бірімен. Қазір уақытта бала мен ата-ана арасы алшақ болса да, біреу баласы оқуда, ата-анасы ауылында, үйінде, өзінің туған қаласында болса, мысалға, екеуі бір-бірін сағынып үлгермейді. Болмаса бір-бірін бір сағыныштың бір ерекше бір түрін басынан өткере алмайды. Себебі олар күнде бір-бірімен байланысты. WhatsApp болсын, басқа болсын, видеозвонок болсын, байланысты күнде. Оригиналный сағыныш жоқ дейсіз. Осындай бір гипер байланыстағы әлемде біз тура сол секілді, бұл енді бір адамның қарым-қатынасы ғой. Енді тура сол секілді білім беруші деген ұғым бар, білім беруші. Ол мұғалім болады, ол бір инструктор болады, ол бір оқытушы, кез келген бір білім беруші, білімнің қайнар көзі, источнигі бола алатын бір адаммен сол білім тұтынғысы келетін, білім алғысы келетін адамның арасында да қазір мүлдем кедергі жоқ. Гипер байланыстағы әлемде білім кеңістікте еркін жүзіп жүр. Кез келген адам алып тұтына алады. Сол үстінде мысалға мынандай нәрселер бар да, бір саланың маманы өзінің саласында мен уникальныймын, мен мына салада номер один. Номер один болмаса мен бұл салада білімімді ешкім біле алмайды деп айта алмайды. Өйткені әлгі мына бір құбылыстың себебінен оның білетін нәрсесін бүкіл адам ақпарат құралдары арқылы біліп отыр. Бүкіл оны көпшілік адамдар біледі. Бұрында бұл бір бірегей уникальный болуы мүмкін еді деген секілді. Болмаса әлемдік деңгейдегі мықты бір университет, мықты бір курс, мықты бір оқу орнын бітірген адам исключение дейді ғой. Өзін бір исключение есептей алмайды, мен осы жерде бітірдім деген секілді. Өйткені тура сол жерде беріп жатқан профессорлар, тура сол жерде беріп жатқан білімді онлайнға қазір еркін қолжетімділікте қазір тұр онлайн. Мысалы енді нелерде тұр да, интернетте тұр да, көптеген платформаларда болсын, жалпы деген секілді. Білімді табыс табу үшін оқу керек па? Міндетті түрде, әлде менің ойымша білімді жалпы жеке даму деген нәрсені оны табыс табумен ұштастырудың қажеті жоқ сияқты. Ол құндылыққа байланысты ғой, адамның ішіндегі құндылығына байланысты, қажеттілігіне, құндылығына байланысты.
мысалға біреу бір саланы оқиды, просто одан ләззат алады деген секілді ғой. Оқиды, ләззат алады. Ол сол үшін оқуы мүмкін. Біреуге қажет, ақша табу қажет, ол сол үшін оқиды. Біреудің хоббиі деген секілді. Ол қызығушылығы, құндылығы не байланысты секілді. Міндетті түрде ол ақшамен байланыстыру деген нәрсе емес секілді. Жалпы да. Ал сіз қандай білім жолында жаңағыдай білім алу кезінде қандай нәрседен ләззат аласыз? Бар ма негізі ондай сізде? Иә, білімнің көзін, источникті, білім көзін мен өзімше үшке бөлем да. Курстар, кітаптар. Бірінші бөлімі қабілет беретін. Қабілет бір нәрсе істей алу деген ана курсты бітіргеннен кейін сен мына нәрсені істей аласың деген нәрсені беретін. Болмаса кітап бітіргеннен кейін болмаса деген. Кітаптарда бар, программирование үйрететін кітаптар бар. Екінші түсінік пен стратегия беретін бір нелер, курстар, болмаса бір білім көзі. Яғни адам бір курсты қарайды, болмаса бір кітапты оқиды, ода бір түсінік көкжиегі кеңейеді. Болмаса бір ол стратегия деген бұл жерде қандай нәрсе? Мысалға, қарапайым мысалға, өз мысалыма қатысты айтайын. Білім саласындағы қаржы деген секілді. Болмаса білім саласындағы реформа деген бір тақырыпты алайық, мәселен. Соған қатысты бір курсты қарағаннан кейін, онлайн курсты. Ол маған бір қабілет беруі мүмкін. Яғни нақты қалай реформа жасайды, белгілі бір қабілеттер қажет болады. Ол жерде статистиканы білу керек болады, бір есептей алу керек болады, стратегиялық жоспар құрау керек болады десе, ол бір қабілет болуы мүмкін. Одан кейін екінші бағана айттым ғой, түсінікпен стратегия береді. Ол әлгі курсты көріп болғаннан кейін дәл қазіргі білім саласында жүріп жатқан процеске ол баға бере алады. Ол ішіндегі тек қатысушы емес, бақылаушы ретінде де оны көріп, өзінше бір бағалай алады. Анализ жасай алады. Одан кейін ол жалпы түсінік пайда болады да. Жалпы реформа қалай жасалынады, не болады, процесстер қалай жүреді деген секілді. Сол именно білім саласындағы процесс деген секілді. Үшінші категория бар, өзімше ол ақпарат беретін дерек көздері. Оқыды, ол ештеңе бір нәрсе істей алмайды, болмаса бір түсінігін бір нәрсе өзгертпеуі мүмкін, бірақ ақпарат алды мысалға. Бірақ түбінде ол ақпаратты да ол бір нәрсеге пайдаланады жалпы деген секілді. Мысалға бір ақпаратқа Финляндия осындай бір реформа жасап, осындай өзгеріс жасапты деген секілді. Ол бір ақпарат болды. Бірақ ол ертеңгі күні бәрібір де егер ол сол салаға қатысты бір жерде жүретін болса, ол бір кәдесіне жаратуы мүмкін ол ақпаратты. Бірақ әзірге ол тек ақпарат болады да. Аға, сіз қандай іспен шұғылдансаңыз ләззат аласыз? Жалпы неге байланысты ма жаңағы? Өзіңізбен шұғылданып жүрген ісіңізге байланысты. Мысалы, жұмысыңыз немесе кітап оқысаңыз ләззат аласыз ба? Қалай деген сияқты ғой? Бірнеше бөлікке немесе бірнеше түрге байланысты айтуға болады. Мысалға, жұмысыма қатысты балалармен жұмыс істейміз ғой, жастармен. Сол кезде сол менің себебіммен немесе бір күшіммен немесе белгілі еңбегімнің нәтижесімен бір жастың бір ойы жақсы жаққа өзгеріп, сонымен бір турланып, жақсы әрекеттер жасап жатса, сол нәрсе маған сол нәрсе ләззат беретін нәрселердің бірі. Өзімнің өмірдегі осы өмірге бір кішкене болса да жақсы оң өзгеріс алып келдім деген нәрсе. Осы жаңағы бағанағы менің мақсатыммен тікелей ұштасатын нәрсе. Әрекеттердің нәтижесін көрген кезде, получается? Иә, солай айтса болып жүр. Иә, енді тәрбиеледік, сағындық, жұмыс жасадық, ләззат алдық. Енді кішкене артқа шегінсек, студенттік шақты да айттық. Осы өзекті мәселелердің бірі ғой, мамандық таңдау деген. Мысалы, менің өзім басында былай болған. Мені ата-анам медицина саласына түс деп айтқан. Бірақ мен кішкентай кезімнен мұғалім болуды армандадым. Әсіресе қазақ тілі әдебиет пәнін. Бірақ мен өзім қалап соған түстім. Оны оқыған кезде де жаңағыдай ләззат аламын. Сонымен қазір жұмыс жасап жатырмын, одан да ләззат аламын. Ал сіздерде қалай болды? Мысалы, көп адамдарда, жастарда біреу грант үшін өз мамандығын оқиды, мысалы, оқиды. Біреуі ата-анасының қалауымен, біреуі досым таңдап жатыр екен ғой, мен де соған түсе салайын деген сияқты әртүрлі себептер болуы мүмкін.
бұдан басқа біз білмейтін себептер де болуы мүмкін. Ал сіздерде қалай болды мамандық таңдау кезінде өмірлеріңіздің ең маңызды сәттерінде осы қиын болды ма жалпы? Мамандықты өзіме келетін болсам, мен мамандықты таңдаған емеспін. Жалпы таңдамай түскенмін да оған. Балым жетті деп таңдағанда былай болды да, бал жетті, қызығатын салам, мысалға шет тілі болғандықтан соған түстім. Бірақ менің мақсатым не болу керек болғанда, аудармашы болмаса бір жаңағыдай елшілікте істейтін бір маман деген секілді сондай бір нәрсе елестетті маған. Бірақ айттым ғой, әртүрлі орта бар, не бар. Педагогикалық жоғары оқу орнында оқығаннан кейін ол жерде бірінші курс, екінші курстан кейін мен көзқарасым өзгере бастады. Мұғалім болғым келе бастады. Бітіргенше жалпы көзқарасым өзгерді. Мұғалім болуға деген қызығушылық оянды, мен мұғалім болғым келді. Және мұғалім болдыңыз. Иә, және мұғалім болдым, иә. Ал сізде аға қалай болды? Енді өзім мамандық таңдадым деп айта алмаймын. Енді қазіргі уақытта да бар нәрсе шығар, ол негізі жастардың көбісі таңдамайды ғой. Сондай бізден кейін де болатын сияқты ол. Біздің алдымызда да болған. Мен сол мектеп бітіріп жатқан жылы құрылыс көптеп жүріп жатқан. Сонымен ой, құрылыс көп жүріп жатыр, құрылысшылар керек болады деді да. Құрылыс мамандығына түскенмін мен. Инженер құрылысшы мамандығын бітіріп шыққанмын. Енді өкінбеймін, жалпы жақсы мағлұматтар алдым деп ойлаймын. Қажетті білімдер алдым. Көптеген адамдармен таныстым, жалпы жақсы тәжірибе алдым. Сонда мамандығым бойынша мен істегем негізі. 7 жыл жұмыс істегем құрылыс саласында, бірақ ләззат алмадым. Жұмыс барысында ләззат алған жоқпын да. Иә. Содан кейін барып уже әртүрлі салаларға орнына бастадым ғой. Миллениалдар секілді. Өзіңіз ләззат алатын мамандықты іздедіңіз ба? Иә. Солай айтсақ та болады шығар. Мен бірнеше жұмыс істеп көрдім, сосын өзім де жұмысын бастап көрдім, сосын білім саласына келдік. Жалпы ол сіздің құрылыс мамандығында оқығаныңызда өзінің пайдасын тигізетін сияқты, өйткені көп жағдайда солай болуы мүмкін. Мысалы, сіздердің кездеріңізде жаңағыдай құрылыс жаңағы тренд болған ғой енді біздің тілмен айтқанда. Көп ата-аналар сіз ғана деп ойламаймын, барлығы сол құрылысқа берді жанашырлықпен, ертең бір жерде не істесең де күн көріп кетуіңе жақсы болады деп. Ал сол еркінен тыс өзінің қалауынсыз таңдағанмен кейін келе сіз сияқты өзінің мамандығына, өзінің жаңағыдай ләззат алатын мамандығына келгендер де бар. Бірақ тиісінше сіздің ол құрылысты оқығаныңызда өзінің пайдасын тигізеді. Өзіңіздің үйіңізде өзіңіз салып алған шығарсыз. Мен солай ойлаймын, ол барлық бәрібір де ол өзінің пайдасын тигізеді сияқты. Оған өкінбейсіз, ешкімді кінәламайсыз, бірақ өзіңіздің мамандығыңызға қайтып ораласыз. Солай ғой. Дұрыс ойладым ба? Дұрыс. Даму жайында айтып жатырмыз, кітап, білім. Алайда жаңағы перденің арт жағында қалатын дүниелер бар да, ол үшін табандылық керек, тұрақтылық керек, жалқаулықты, еріншектікті жеңе алу керек деген сияқты. Осы біреу айтқаны бар екен, жаңағы еріншектік деген түсінік жоқ дейді да. Жай ғана сенің жасап жатқан процесің саған жаңа бақыт сыйламаса, сен оны істегің келмейді. Ол мидың құрылысы сондай дейді да. Істеме деп тұрады дейді. Себебі ол саған жағымды эмоциялар бермейді дейді. Соответственно, сіздер ұзақ уақытта тұрақтылық таныталамын деп айттыңыздар. Иә, солай айттыңыздар. Жоқ, миллениалдар таныталмайды деп айтты. Бірақ біз таныталамыз деп айтпадыңыздар. Мен айтып жұмыс істейді дедім. Сол бір өзім жұмыс істейсіз, мен мына жерде сағаттап отыра беремін. Просто отырасыз. Ештеңе болмаса да ештеңе үндемей отыра беремін. Ой жүгір. Сұрағым есіне шыққан. Эксперимент жасап көру керек сияқты. Өйткені бір жерде не естідім да, бірақ ол жерде басқа болатын. Ақ, бүткіл ақ болады ғой бөлме. Сол жерге қамап қойса, 1 сағат деді ма, или 1 минутта айтты ма, сол уақыттан артық отыра алмайды дейді. 3-4 сағаттап мақұл ақ фон болмай ақ қойды. Не істейсің? Ондай ғой. Бәрібір шыдамдылық деген ол бәрі не сияқты, қалай десем, сіздерге тән жаңағы. Бізге тән емес дейсіз.
Оны шыдамдылық емес, былай мынандай көзқараспен қарап көрсе болады. Кез келген сәттен қандай жағдайға түсіп қалсақ та, қандай қалыпқа түсіп қалсақ та, сол сәтті максимально пайдаланып, пайдалы өткізіп қалуға тырысу. Мысалға жағдай болып қалды, жалғыз қалып кеттік. Менің еркімнен тыс, мысалға жалғыз қалып кеттім. Мен паниковать екенмін, ешнәрсе өзгерте алмауым мүмкін ол жерде. Мен сәйкесінше ол жерде отырамын да, өз-өзіме есеп беремін. Мысалы үшін айтамын ғой, пайдалы өтіп қалған барынша есеп беремін, немесе жоспар құрамын, немесе анализдеймін болған процестерді бойынша. Сол сияқты кез келген жағдайға түсіп қалсақ, сол ситуациядан максималды түрде пайдалана жасап кетеді. Дұрыс қабылдау керек. Ол солай болу керек. Болды. Айқайлағаннан бәрібір ешкім келмейді. Сен қабылдап еріншек не айтасың? Оны жою керек па, или оны да мысалы дұрыс пайдалануға бола ма? Жалқаулықты деген сияқты. Бағана сіз айтқан негізі келсем, еріншектік деген ол жоқ, тек қана адам ол процесстен ләззат алмағаннан кейін адам істегісі келмейді деген нәрсе дұрыс қой. Қараңғылықпен сәйкес келіп тұрған Халиданың. Сол нәрсемен келсем мен. Аға сіз? Ол мен де келсем, бірақ былай айтсам болады, адамдар дұрыс түсінбейді. Мысалы, еріншектік деген нәрсе бар дейді да. Бір нәрсені істейді, ерінеді да, сөйтіп көп уақытын бос өткізіп жібереді да. Негізінен жаңағыдай көзқараста болса, еріншектік деген нәрсе жоқ. Просто мен осы уақытқа дейін істеген нәрсе маған ләззат әкелмеді, немесе пайда әкелмеді. Демек мен не істеуім керек? Демек мен бір нәрсені өзгертуім керек. Мысалы, ерініп жатырмын ба, мен құр жатпауым керек та. Қағазға сызып, анализдеп, мен осы уақытқа дейін істеп келген нәрсе мынау. Бұл мен табиғатыма келмейді. Демек мен бір нәрсені өзгертуім керек. Мүмкін мен мынаны дұрыс істемей жүрмін, мынаны дұрыс істемей жүрмін. Яғни ерініп жатқанның өзінде бір күшті пайдаланып жүруге болады сияқты. Немесе кемінде жақсылап ұйықтап тынығып алып, кейін күш жинап басқа нәрсеге кірісетін. Иә, өйткені дұрыс пайдалану керек дегенде менде мынандай ой болып тұр да. Мысалы, сұмдық көп кітап оқимын деп айтамын, бірақ кітап оқимын ғой. И тоқтамай оқитын күндерім болады да. Күнбе-күн оқитын күндерім болады. И бір күндер болады, кітапқа тартпаймын. Оқығым келмейді, бірақ ол мен оны еріншектік деп қабылдамаймын да. Өйткені кітап оқымаған кезде менің көңілім басқа жақта болады. Мен пайдалы жаңағы өмірде болған кинолар бар ғой. Адамға мысалы тәрбие береді, үлгі береді, мысалы өзіміздің отандық фильм болсын, басқа елдің фильмдері болсын, сонымен айналысам. И керісінше, мысалы сол кітапты оқымай қалған күнде, мысалы сол бір киноны көргеннен кітап оқуға деген қызығушылығым артып кетуі мүмкін да. Ал сол кезде мен жаңағы оқымаған күндерім үшін өзімді жазалау ретінде күндегіден көбірек оқитын болып кетемін да. Сол еріншекті де дұрыс пайдалану осы жағынан керек сияқты. Кітап оқуға тартпаймын, ол сен оны оқымай қойсаң, ол еріншектікке жатпайтын сияқты. Лучше көңілің қалаған, бірақ пайдалы оқулықтарға айтпақшы, пайдалы нәрсемен айналысқан дұрыс деп ойлаймын. Одан бөлек оның шешу жолы да бар сияқты, менің ойымша. Жаңа айттық қой, ол бізге ләззат бермейді деп. Қасына ләззат беретін бір нәрсені қосып алса, мысалы, допустим, текст жазып жатырмыз, дайын текстті көшіріп жатырмыз, ол бізге ләззат бермейді, ол процесс. Қасына музыка қосып қойсақ, мысалы, өзіңізге ұнайтын. Сол арқылы да шешуге болады деп ойлаймын. Одан бөлек жазалау жайында айттыңыз ғой. Сіздер жалпы кішкентай балалармен жұмыс жасап жүрген педагог мамандарсыздар. Жазалау деген не жалпы? Ол қалай дұрыс жағынан түсінуге болады, оны қалай дұрыс жазалауға болады? Адамдарды деп. Иә, жазалау десе. Балаларды ма? Ересек адамдар ма? Ересектерді жазалау керек деп. Жоқ, жазалау десе жаңағыдай болуы мүмкін да, міндетті түрде ұру, соғу, ұрсу, ата-ананы шақырып кел деген сияқты. Ал жазалаудың да жаңағы мен өзім немде қолданатындай дұрыс жағы да болатын сияқты да. Сол дұрыс жағын сіздер толығырақ айтып кетсеңіздер. Мен мысалы жазалау деген сөзді мен қабылдай алмайды екенмін ше, жазалау деген нәрсе. Ол қорқынышты бір не сияқты ше, көрініс сияқты жазалау. Ассоциация сізде жаңағыдай ғой, ұрып, соғу деген сияқты. Немесе қамап қою. Қылмыскер жазалау ма, ол не жазалау жалпы? Бала тәрбиесінде. Бала тәрбиесінде жаза ма? Иә. Бала тәрбиесіндегі жазалау деген жалпы марапат пен жаза екеуі бір категорияға қоятын болсақ, ол жаңағы мотивацияны бөлейікші. Мотивация өзі бірінші түрге бөлінеді. Ішкі мотивация бар, одан кейін сыртқы мотивацияны біріншіге бөлінеді.
оның ішкі мотивациясы көбірек болады, сыртқы мотивация бар, орташа болатын сыртқы мотивация, ішкі мотивациясы азырақ болатын сыртқы мотивациясы, сосын толығымен сыртқы мотивация деген мотивация бар, сосын мотивациясы жоқ мотивация деп айтсақ болады. Нөл ма? Иә, соны енді соның ішінде мынаның мотивациясы сыртқы мотивациямен келетін мотивация ғой. Соның сыртқы мотивациясы ол қадағаланады, контролируемый дейді ғой, басқарылатын мотивация. Оны сырттан басқарады. Оның басқарудың екі жолы бар: марапат, жаза. Сыртқы мотивация. Одан кейінгі мотивацияның түрлері ол ұялу деген не тұрады екіншісі. Одан кейін адам өмірінде маңызды деп, құнды деп білген нәрсе оны мотивация береді. Мысалға, маған мәселен, енді сіздер студентсіздер ғой. Студенттің өмірінде бір пән болуы мүмкін. Мысалға, высшая математика деген сияқты, жоғары математика. Ол ұнамауы мүмкін өмірде, бірақ қажет болады да өмірде. Ол маңыздылығы неде? Оған қажет ертеңгі күні деген нәрсе. Ол сол үшін маңызды. Ол ұнамаса да ол ананы оқиды. Оның мотивациясы іштен беріліп жатыр. Бірақ бәрібір де ол сыртқы ненің әсерімен беріп жатыр да, ол маңызды, анау сырттан маңызды беріп жатыр да. Одан кейінгі мотивация ол сенім. Адам бір нәрсеге сенеді, мен мынаны оқысам, мен ертеңгі күні осындай бір нәрсе жасай аламын деген нәрсеге сенімім, болмаса істесем бір нәрсені. Ол жаңағы көбірек ішкі мотивация, азырақ сыртқы, ол сырттан 50-50 келеді ғой сонда. Қалай болғанда оның белгілі бір сенімі, ол болашақтағы бір нәрсе сеніп тұр ғой, сол сенім басқарып жатыр оны. Ішкі мотивация деген ол іспен ләззат алады. Ол іспен рахаттанады. Ол істі істеген ұнайды. Деген секілді. Осы тұрғыдан алғанда, жаза ол ең соңғы мотивациясы жоқ, мотивацияны сырттан беретін адамға пайдаланатын нәрсе де ол. Барлығына пайдаланған дұрыс емес. Жоқ, айтқанда, сосын бала тәрбиесіне қатысты мына нәрсе бар. Қарым-қатынас деген нәрсе бар. Бала тәрбиесінде ең жоғары деңгейде тұратын. Одан кейінгі деңгейде тұратын энтузиазм, харизма деп айтсақ болады. Одан кейінгі тұратын жаңа не дейді? Осы марапат деп айтсақ, одан кейін ең төменгі деңгей жаза. Жаза мен марапат қатар қоятын болсақ, негізі марапаттың эффектісі дейміз ғой, тиімділігі неге қарағанда жоғары болады екен жаза қарағанда. Бірақ екеуі бәрібір бір деңгейде қарастырылады. Ең жоғарысы қарым-қатынас. Қарым-қатынастың ішінде ол кең ұғымы бала тәрбиесіне қатысты айтатын да. Балаға дұрыс көңіл бөлу, сапалы уақыт бөлу. Сапалы уақыт деген бұл жерде қалай? Бала үйге келіп, баланы шақырып алып, балаңды бүгін сабақ болды ма? Иә, болды. Не берді үйге? Осыны берді ма? Иә, сабағын орындадың ба? Орындадым. Тағы не берді? Істедің ба? Давай істе деген секілді. Ол уақыт бөліп жатқанын ойлайды, ол сапасыз уақыт. Бұл әшейін ол тергеуші, следователь дейді, тергеуші. Ұрымын жасап отыр. Тергеуші, ол уақыт бөліп жатқан. Бала деген ол әке мен бала болып, болмаса ана мен бала болып, сол сөйлесу да. Ұнайтын әңгімелерде сөйлесу, бірге әртүрлі нәрсені талқылау, бірге ойнау, бірге уақыт өткізу, бірге ана балаға ұнайтын нәрсені істеу бірге деген секілді. Сол уақыт, сапалы уақыт бөлудің осы нәрсе. Осы қарым-қатынастың ішіне кіріссек, сөйлеу, конструктивный диалог деген бар, конструктивті диалог құру баламен. Бір нәрсені түсіндіретін болса да, ол бір нәрсені тыйсақ та, оны бір нәрсеге итермелесек те, қызықтырсақ та, осы конструктивті диалогты пайдалану баламен. Ал әлгі жаза деген ол енді негізі ол нәрсеге жетпеуге болады негізі. Жеткен күннің өзінде де жазада физикалық емес жазаларды пайдалануға болады да балаға. Мысалы? Мысалға Жауапкершілік беру болсын. Иә, жауапкершілік беру болсын, болмаса жалпы эмоциямен жазалауға болады баланы. Мысалға ата-анасының артынан белгілі эмоция шығады, айқайлап деп бір неге ашуға берілу емес, бірақ бір эмоция шығуы мүмкін. Мысалға ата-анасы жақтырмаған эмоциясын білдірмеуі мүмкін. Мысалы бір нәрсені ата-анасы бір нәрсені ұнатқан баласының бойындағы сол эмоцияны білдіруі мүмкін деген секілді. Ол же марапат негативті эмоция, оған уже жаза болып кетуі мүмкін ол жерде. Ғылыми түрде болып кеткен сияқты. Жалпы былай ғой, Мұхтар аға, сіздің бала шағаңызда
бір нәрсе білдіріп қойды, сізге керек. Мысалы, ноутбугыңызды сындырып қойды, оның ішінде қаншама еңбегіңіз жылдап, айлап, күн, түн демей істеген дүниелеріңіз болды. Дұрыс қалай жазалай дедіңіз? Және копиясы бар дейсіз. дұрыс жазалу да, мысалы, ол оған жаза жаңағыдай, ол өзін өзі ертеңгі күні жасқаншақ болып қалмау үшін, қорқақ болып қалмау үшін қалай дұрыс жазалауға болады. Мысалы, баяғыда былай мысал естідім да, бір ана всегда бір баласы бұзықтық жасаған сайын имам болғыр деп қарғайды екен да. Қарғаудың да дұрыс несі бар дейді да. Сол кісіден енді болашақта имам болғаннан кейін бұл неге қалай жеттіңіз дегенде анамның қарғысының арқасында деген да. Ал сіздің бала-шағаңыз белгілі бір жетістікке жетсе, әкемнің жазалауының арқасында деп айтатындай. Шекараға тиіп кеткен жоқ па? Нормально ма? Жоқ, үлгі ретінде дегенім ғой, басқаларға үлгі көрсете алса, осы нәрседен үлгі ала алса деген мақсатта. Сіздің сұрағыңыз қалай дұрыс жазалайсыз деп сұрап тұрсыз ғой. Ішкі несіне кірмесеңіз де сырттай айтсаңыз да болады. Сырттай айтсам, негізі жазалау деген керек па деген сұрақты қой бір сияқты да, керек па жазалау деген нәрсе. Мысалға, техниканы бұзып қойды деп жатсыз. Жарайды, мен шынымен басынан өткенде 2 ноутбугым сындырған негізінен қыздарым. Точно түсіп болмай онда да. Бүйтіп тұрған кезде үстіне барып секірген, сондай моменттер болған. Мен ойлаймын, мен үшін ноутбукқа қарағанда қызым қымбат та. Сондықтан мен кішкентай кезінде біреу мүлдем ес білмейтін кезде, біреу сәл ес білетін кезде, мен оларға ұрысқан жоқпын мүлдем. Мүлдем ештеңе алмайды дедім да. Қиналдым мен, әңгіме жоқ. Пәленбай ноутбук жөнедім, ремонт не қылдым, әуреге түстім. Бірақ мен мүлдем оған ұрсып, бүйтіп жазалап, еш нәрсе жоқпын негізі. Мен ойлаймын, мүлдем жазалмаймын деп айтпаймын, кейбір моменттерде болып қалатын шығар. Бірақ менің көзқарасым, бірақ ұстанымым, ойым, ол жаза деген нәрсе ең не сияқты ғой, былайша айтқан кезде тәрбиелей алмайтын адамның ісі сияқты да. Ең соңғы несі? Ең соңғы деңгей немесе ең соңғы қадам ба? Мұқтамыз айтып тұр, тәрбиелей алмайтын адамның әдісі. Ол әдіс емес, ол тәрбиелей алмайды да ол. Білмейді да ол қалай беру керек екенін. Ол жазалайды. Сондай секілді. Ол жаза деген тәрбие емес қой. Ол тәрбие емес, ол жаңа өзіңіз айтқандай психикасын сындырады, ол болашақта жетістікке жеткізу емес, керісінше әрекеттеп. Ол травмаға кетуі мүмкін. Бәрібір қандай бір травмаға кетуі мүмкін, әсіресе кішкентай кезінде. Тем более әкесінен естіген не қатты болады деп естіген. Әке қарғысы болды дейді ғой. Қызы болатын. Так что ата-аналар жазаламаңыздар балаларыңызды. Ноутбукты сындырмайтындай жерге. Жалпы келгендеріңізге рахмет. Уақытта бітуге жақындап қалдық. Бүгінгі әңгіме өте пайдалы болды. Барлығын қозғадық. Баладан бастап ересектерге дейін түрлі ұрпақтардың түсініктерін. Көбіне акцент менің ойымша жастар және олардың дамуы, білімі соған қойылған сияқты. Жалпы дәл қазір сіздерде үлкен мүмкіндік бар. Камераға қарап, жастарға айтқыларыңыз келіп жүрген, бірақ айта алмай жүрген бір өкпе, наз немесе бір кеңес болсын, ақыл болсын, ұрсып айтатын дүниелер болса да қазір айтып қалсаңыздар болады. Енді жастарға айтатын нәрсе көп, негізі көпшілік. Және негативный емес, негізі көпшілігі, жаңа сіз айтқандай. Жақсы нәрселер де бар. Соғытқа дейін мықты сондай бір іскер жастарды да көрдік. Талай. Артынан мыңдаған адам еткізе алатын жастарды да көрдік. Жалқауларын да көрдік. Жан-жақтыларын көрдік. Жан-жақты бірақ қабілеттерін дұрыс қолдана алмай жүргендерін де көрдік, өкінішке орай. Бір жүректерінде от бар, мықты нелер бар, навыктар, қабілет, мүмкіндіктер бар. Соның өзін көре алмай жүргендерін де көрдік. Қорыта келген кезде жалпы жастарға айтамын, өмірдегі мақсаттарыңызды нақтылап алыңыздар. Ең бастысы, қандай да бір әрекет жасасаңыздар, нақты бір мақсаттың аясында болса, және дұрыс мақсат болса, әрине. Сосын кез келген істе жақсы ниетте, тұрақтылықпен әрекет етіңіздер. Жалпы сол, рахмет келгендеріңізге. Сіздерге де рахмет. Камераға қол болмай қояйық деп. Пайдалы ақпараттармен бөліскендеріңізге көптен көп алғысымызды білдіреміз.
Және құрметті тыңдармандар, тың деректермен келесі подкасттарымызда жолыққанша